Етеккірім кешігіп жатыр. Жүкті немесе жүкті емес екенімді қалай білсем болады? Міне осы сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем сұлу ханымдарым, сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы. Жүктілік, гинекологиялық ауруларға байланысты құнды ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, ұнамаса, дизлайк басыңыздар, ал комментарий бөліміне өздеріңізді қызықтыратын сұрақтарды қалдырсаңыздар болады. Ең жиі қойылған сұрақтарға мен келесі шығарылымдарда арнайтын боламын. Ал ендеше кеттік. Жүктілікті ерте кезеңінде анықтау әрбір әйел адам үшін өте маңызды. Себебі қаншалықты жүкті екендігін ерте білсе, соншалықты ерте перинаталды күтімді бастауға мүмкіндік бар. Перинаталды күтім дегеніміз ол дүниеге дені сау ұрпақ әкелу үшін жасалынатын іс-шараларды айтамыз. Мысал айтатын болсақ, қант диабетімен ауыратын әйелдер, әсіресе екінші типімен ауыратын әйелдер, олар жүкті екендігін біле салысымен бұған дейін ішіп жүрген жаңағы қант төмендететін препараттарды тоқтатуы қажет. Және де қандағы қант мөлшерін барынша қалпына келтіруге тырысу керек. Себебі жүктіліктің ерте кезеңінде қандай да бір дәрілік заттарды пайдалану ол болашақта рухтың даму ақауларына алып келуі мүмкін. Енді жүктіліктің алғашқы белгілеріне тоқтайық. Кез келген әйел адам, яғни жүктілікке ол етеккірі кешігуіне байланысты жаңағы жүктілік бар жоқ екендігіне күмәндана бастайды. Егер де сіз жыныстық қатынаспен регулярно дейміз ғой, өмір сүретін болсаңыз, регулярно деген сөз ол аптасына 2-3 рет. Егер сіздің етеккір цикліңіз қалыпты болатын болса, онда яғни етеккірдің кешігуінің негізгі себебі жүктілік болуы әбден мүмкін. Қалыпты жаңағы етеккір циклінің ұзақтығы 21-35 күн аралығын құрайды. Жүктілікті анықтаудың ең алғашқы және қарапайым әдісі бұл тест на беременность. Кез келген дәріханадан табуға болады, бағалары әртүрлі болып келеді. Осы жерде бір ескере кететін жайт, тесттің бағасы қымбат болса да, арзан болса да, оның негізгі механизмі бұл дәрідегі ХГЧ гормонының мөлшерін анықтау. ХГЧ гормоны бұл жүктілік кезінде ең алғашқы өндірілетін гормондардың бірі. Ол ұрықтанған жыныс жұмыртқасы жатырға келіп жабысқаннан кейін бөліне бастайтын гормон. Енді осы тестқа байланысты пациенттер тарапынан жиі қойылатын сұрақтарға жауап бере кетейін. Тестті қашан жасауға болады? Бұл негізінен тесттің сезімталдылығына тікелей байланысты. Егер сіз етеккір кешігуінен 7 күн өткеннен кейін жасайтын болсаңыз, егер жүкті болатын болсаңыз, онда тест міндетті түрде 2 анық сызықшаны көрсетіп береді. Көптеген аптекада сатылатын тесттардың сезімталдылығы бұл миллилитріне 20-25 әсер бірлікті құрайды. Етеккір кідіруінің алғашқы күндері мұндай тесттер жаңағы слабоположительный результат көрсетуі мүмкін. Егер де көрсетпей жататын болса, онда осы тестті 3 күннен кейін қайталаңыз. Және де сезімталдылығы миллилитріне 10 әсер бірлік болатын тесттер бар. Олардың бағасы біршама қымбаттау, және де олар жүктілікті ертерек бар жоқ екендігін анықтауға мүмкіндік береді. Егер де сіз ұрықтанған күнді білетін болсаңыз, шамамен, онда сол датадан 7-10 күн өткеннен кейін осындай сезімталдылығы жоғары тестті жасайтын болсаңыз, онда ол міндетті түрде сізге жүктіліктің бар жоқ екендігін көрсетіп береді. Жүктілікті анықтаудың екінші әдісі бұл ХГЧ гормонына қан тапсыру. Бұл анализді сіз емханадағы дәрігерден, яғни гинеколог дәрігерден жолдама алып тегін тапсыра аласыз. Егер де алынған нәтижеде 5-тен төмен нәтиже көрсететін болса, онда бұл жерде жүктілік жоқ деген сөз. Ал егер 25-тен жоғары нәтиже алатын болсақ, онда жүктілік бар деп айтуға, яғни толықтай негізім бар. ХГЧ гормонын негізінен 48 сағаттық интервалмен 2 рет тапсырған дұрыс. Осы арқылы біз жүктіліктің дұрыс дамып жатқандығына көз жеткізе аламыз. Алғашқы тапсырған нәтижемен салыстырғанда 2 күннен кейінгі нәтиже әдетте 2 есеге жоғары болады. Егер де тест тек қана жүктіліктің бар жоқ екендігіне айтуға мүмкіндік берсе, ал ХГЧ гормонын 2 рет тапсыру бұл жүктіліктің дұрыс, яғни жатырлық жүктіліктің дамып жатқандығына көз жеткізуге мүмкіндік беретін әдіс болып табылады. Келесі үшінші әдіс бұл ультрадыбысты зерттеу. УЗИ бұл негізінен бізге нақты жүктіліктің бар екендігіне
толықтай көз жеткізуге мүмкіндік беретін әдіс. УЗИді негізінен етеккір кідіре салысымен бірден жасауға асықпаңыз. Себебі бұл кезде әлі жүктіліктің, яғни жатыр қуысында ұрықтанған ұрық жұмыртқасы УЗИ арқылы табылмауы мүмкін. Негізінен егерде ешқандай жалп болмайтын болса, бір қандай да бір қанды бөліністер болмайтын болса, онда менің кеңесі бұл жүктіліктің 6 аптасынан бастап УЗИді жасаған дұрыс. Яғни біз бұл кезде жаңағы копчико-теменной размер дейміз, соны есептеу арқылы жүктіліктің нақты мерзімін, ең бастысы ұрықтың жүрек соғысын тыңдай аламыз, және де ұрықтың орналасқан орнын анықтауға болады. Одан кейін мысалы жаңағы көп ұрықты жүктілік па немесе бір ұрықты жүктілік па, міне осындай жаңағы маңызды ақпараттарды алуға мүмкіндік береді. Мінекей сұлу ханымдарым, енді сіздер жүктілікті анықтаудың нақты 3 әдісін білесіздер. Егер де сұрақтарыңыз қалған болса, астына комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі шығарылымға дейін қоштасамын.